Ең дала, тыныштық. Бірақ осы тыныштықтың ішінде терең бір мұң бар. Бұл ботасынан айырылған бос інгеннің зары. Ол кең даланы кезіп, жоғын іздейді. Жан жағына қарайды, із кеседі. Бірақ алдынан үнсіздік қана шығады. Інгеннің боздауы жай ғана дауыс емес. Бұл ананың жүрегінен шыққан қасірет, жоғалтудың, сағыныштың, шарастықтың үні. Осы мұнды бір күйші естейді. Ол дала зарын домбыра тіліне көшіреді. Домбырадан мол сіңгеннің қайғысы төгіледі. Күйде іздеу бар, күйде зар бар, күйде үзілмеген сағыныш бар. Бос інгеннің зары енді жалғыз қайғы емес, ол күйге айналып, халықтың мұнына ұласады. Жиналған жұрт үнсіз тыңдайды. Өйткені бұл күй әр жүрекке әр қала жетеді. Біреуге мұң, біреуге сағыныш, біреуге өткеннің ізі. Ілияс Жансүгіров осы поэма арқылы күйдің жай әуен емес екенін көрсетеді. Күй жүректің сөзі, күй қасіреттің үні, күй даланың мұны. Бір бос інгеннің зары мәңгілік сарынға айналады.